Сәлеметсіздер ме көрермендер? Бүгін сіздермен Аджин Получеловек фильміне шоу жасаймыз. Кино өлмейтін адамдардың жаңа түрі аджиндермен байланысты. Олар кез келген жарақатқа қарсы тұра алады. Тіпті өлсе де тез арада қайта тіріледі. Ең бірінші аджин 26 жыл бұрын оңтүстік Африкада пайда болған. Содан бастап Жапон билігі пайда болған феноменді зерттеу үшін аджин басқару комитетін құрады. Қазіргі таңда жер бетінде 46 аджиндер табылған. Кино жол апатында қайтыс болған Кей Нагай есімді жігітті көрсетумен басталады. Әйткенмен жігіт сол жерде ешқандай зақымсыз тіріліп кетеді. Мемлекет Нагайды өз қол астына алады, бірақ мемлекет жай ғана оған эксперимент жасап жатқандығы белгілі болады. Зерттеулік лабораторияның басшысы Ютасаки президентке өткізіліп жатқан экспериментті көрсетеді. Сөйтсе Нагай авариядан бұрын өзінің аджин екендігін білмей, Токиодағы емханадағы қарапайым қызметкер ретінде өмір сүріпті. Кездейсоқтан осы сәтте лабораторияға Сакай танитын Сато мен Танака атты террористер басып кіреді. Күзетшілер оларды тоқтату үшін жетіп келеді. Олар террористерге транквилизатордан ата бастайды. Біреуінің қолына тигізіп те үлгереді. Бірақ еркек өз қолын кесіп тастайды. Тағы да атып еді, ол өз-өзіне оқ атып өле құлай кетеді. Сөйтсе бұл жігіт Сато да аджин екен. Сондықтан сол жерде қайта тіріліп кете салады. Бірақ енді жаңа қолмен. Көп ұзамай Нагайға келіп, оны босатып, басқаларын атқылауды жалғастырады. Одан кейін жігітке қаруын беріп, қалған зерттеушілерді өлтіріп таста деп айтады. Әйткенмен жігіт одан бас тартады. Сато болса істі аяғына дейін жеткізеді. Нагай үркіп, құтқарушысына оқ атып, қалған қызметкерлермен қашып кетеді. Сато әлбетте қайттан өмірге келіп, басқаларына жетіп алады. Осы мезетте ол қара елес атты беймәлім субстанцияны шақырып алады. Ол басқаларына шабуылдай бастайды. Кенеттен Нагай өзі білмей өзінің қара елесін шақыртып алады. Екі тіршілік иесі шайқаса түседі. Нагай сәтті қолданып қашып үлгереді. Осыдан кейін ол жерге репортерлер келіп тексереді. Сөйтсе Сато бұның барлығын алдын ала жоспарлап қойған екен. Танака екеуі репортерлерге келіп өзінің кім екенін ашып, аджиндерге жасалған эксперименттер жайлы жар етіп, артынша өзінің де солар қатарынан екенін және де екінші аджинді үкіметтен құтқарамын деп мәлімдейді. Олар тіпті жігітке жасалған эксперименттерді интернетке салып үлгеріпті. Осыдан кейін Сато аджиндер үшін жеке құқықтарының болуы мен олар тыныш өмір сүре алатын бөлек район болуын талап етеді. Келесі күн Нагай оны өзінің үйіне шақырған кемпірді кездестіреді. Жігіт ұсынысын қабылдап, онда біраз уақытқа қалуды шешеді. Осы арада Изми есімді қыз Нагайдың қарындасы Эрикадан бауырының қайда екенін айтуын сұрайды. Аяқ астынан қызға Танаканың көзге көрінбейтін елесі шабуылдайды. Ал өзі сыртта тұр екен. Мақсаты Эриканы қолға түсіріп, Нагайға тұзақ құру. Таңқаларлығы Измиде аджин болып шығады. Елесі бірден Танака елесіне атака жасайды. Осы жерде елестің есі одан алыстағанды әлсірейтіндігін түсінеміз. Өйткені жарақаттанған Изми жақын арадағы емханаға аттанады. Танака қызға қайта оралғанымен оның айналасында топырлаған адамдарды көріп, Сатоға қайта аттанады. Конференцияда Ютасаки Сакаға жауап беріп, олар көрсеткен видео материалдардың барлығы жалған деп айтады. Басқа жақта Нагай кемпірге жәрдемдесіп жүр. Бірақ ТВ-дан қарындасына шабуыл жасағанын көріп, емханаға жол тартады. Ғимараттың төбесінде жігіт Эриканы жолықтырып, мұнда болу қатерлі деп кемпірге әкеліп тастамақшы болады. Осыдан кейін апта бойы өзінің елесін өзіне үйрету үшін тоқтамай жаттығады. Осы уақытта Сато үкіметпен, көпшілікпен саяси ойын ойнамақшы болып, ғылыми зерттеу лабораториясы қарайтын денсаулық министрлігін жойып тастауға мәжбүр боламын деп айтады. Оған қоса болатын мерзім жариялап, қалған аджиндерді өзіне қосылуға шақырады. Шабуыл жасалатын күні полиция аумақтың барлығын қоршап тастайды. Министр болса іште отырып президентке олар еш нәрсе жасай алмайды деп сабырға түсірмекші болады. Кенеттен ғимаратқа ұшақ ұшып келіп қадалып жарылады. Ұшақтың ішінде Сато болған екен. Ал сыртта Танака құрылғыларды алып келіпті. Сатоны қолдауға адамдар да келе бастайды. Артынша полиция келіп жігітті қоршап алып атқылап бастайды. Ал қайта тірілмесін деп оқ жаудыруды тоқтатпайды. Танака қарулыларға дәлдеп ата бастайды. Сато тіріліп, ақыры аджиннің күшін қолданып, бүкіл полицияны жеңіп тастайды. Тікелей эфирге шығып, оған Токионы 20 күн ішінде берулерін сұрайды. Талабы орындалмаса, қалаға HVX атты вирус шашып тастаймыз деп айтады. Мына жақта Нагай мен қарындасы кемпір үйінен қашуға мәжбүр болады. Себебі басқа тұрғындар оның аджин екендігін біліп қойыпты. Бірнеше күннен кейін Ютасаки Сатомен хабарласып, оған солтүстік Хакай дейтін районды ұсынады. Бірақ Сатоның
Сатоның талабы біреу-ақ: Токионы алу. Қайтарда Ютасаки көлігінде Нагаи отырғанын байқайды. Жігіт оған жағдайдан шығуға көмектесе, бірақ есесіне үкімет қарындасына қауіпсіздік қамтамасыз етіп, олардың жеке бастарын өзгертуі керек деп айтады. Ол келісіп, келесі стратегияны жоспарлай бастайды. Осы уақытта Сато мен оның адамдары шабуылға әзірленіп жатыр. Тағы да бір қызықты мәліметті байқаймыз. Сато тәжірибе жүргізілетін объект ретінде 20 жыл, ал Танака 2 жыл өткізген екен. Олардың адамзатты неліктен жек көретіндігі түсінікті. Сато оның адамдарының бірі әлгі вирус орналасқан ғимаратқа кірген күні бастайды. Ол мемлекеттік жүйені оңай бұзып алады. Одан кейін Танака мен басқалары онда еш кедергісіз басып кіреді. Команда газ орналасқан бөлмеге қосалқы жол арқылы жетеді. Ютасаки артынша хакерді қолға түсіреді. Танака барлық құрал жабдық тұрған бөлмеге басып кіреді. Кенеттен вентиляциялық тесіктен оларды қара тұман қоршап алады. Бірақ бұл олардың тіршілік иелері емес. Оны жақын арада тұрған Нагаи кедергі жасау үшін жіберген екен. Осының арқасында полиция Танака мен басқаларын тыныштандырады. Сол мезетте басқа аджин ағаш қалдықтары жиналатын қоқыс үйіндісіне келіп, сонда отырып күтпеген жерден ғимараттан пайда болады. Сөйтсе еркек қолын алдын ала кесіп, сөмкеге салып алыпты. Танака болса оны өзімен ғимаратқа алып келіпті. Бұл жаңалықты естіген Нагаи мен полиция әдеттегі іске кірісіп, оған транквилизатордан ата бастайды. Полиция жақындайды. Сөйтсе ол осы уақытта ұйықтап жатқан екен, ал қорғаныс үшін өзінің елесін қолданыпты. Содан соң қалған күзетшілерді өлтіріп, Танаканы құтқарады. Вирус ақыры қолдарына түседі. Одан кейін Нагайға үй төбесіне келуін сұрайды. Болмаса вирусты қалаға себеміз деп қорқытады. Жігіт айтқандай келеді. Есесіне жолай вирусты да ұрлап үлгереді. Аджиндері де тыныш жүрмей шайқасқа түседі. Басқа жақта Ютасаки Танаканы жолықтырып, соңғысы Ютасакиге өзінің тіршілік есімен атака жасайды. Аяқ астынан Изми шығып, Ютасакиге жәрдемдеседі. Тіршілік иелері күреске түссе, қожайындары да осыны жалғастырады. Танака Измиді жеңе бастап еді, көмекке Ютасаки келіп, еркекке транквилизатор салып, талдырып жеңіп алады. Нагаи мен Сатоға оралып, олардың дүркін шайқасы әлі біте қоймаған көреміз. Сато Нагайдың осы уақыт аралығында өзінің елесін бірнеше апта ішінде ғана қолға үйреткендігіне таң қалады. Нагаи оған транквилизатор атып үлгереді. Әйткенмен есесіне қолын жоғалтады. Сато есінен талып қалады. Бірақ оның елесі әлі тірі. Сол арада қожайын жылдам аяққа көтеріп алады. Сато дерлік Нагайды өлтіруге шамал қалғанда төбеден полициялықтар атып түсіп, барлығына электрошокпен шабуылдайды. Нагай олардың Сатоны жеңе алмайтынын түсініп, еркекті жібермей ұстап алады. Полиция болса екеуін қатырып тастайтын жабдық қолданады. Артынша министр оларды жойып, оларды микрорегенерацияға қауқарсыз қылатын дене бөлшектерін жинап алуға бұйрық береді. Кино аяғында Тасаки билікке бағынып Нагайға берген антын бұзамын деп айтады. Кенеттен Нагайдың кесілген қолынан жігіт қайта регенерация жасап өмірге келеді. Тасакидің әңгімесін естіген жігіт ғимараттан сол мезетте қашып кетеді.